Абай атамыз бұл өлеңді бірінші класстың балаларына жазбаған екен. Абай атамыз оны 80 жастағы мына аталарға жазып кеткен екен ғой. Мына мен сияқты елдің тізгінінде жас болып жүрген, жанып тұрған жігіттерге жазып кеткен екен ғой. Қазақтың қара көздеріне жазып кеткен екен. Ғылым таппай мақтанба, мына өмірде орын таппай баттанба. Құмарланып құмар, ләззат, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күліп мына дүниеден өтуге дейді. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз дейді. Енді 5 нәрсе. Өсек, айтамыз ба? Өкінішке орай өсекті жібереміз отырып алып. Өсек, өтірікті де сойып кеп айтып жібере саламыз, өтірікті айта саламыз. Кейбір адамдарда өтірік кәдімгі әдетке айналып қалған. Өтірік мақтанғанда енді бізден артық мақтанатын ұлт жоқ па деп қалам кейбір кезде. Мақтаншақ. Одан кейін анау еріншек дейді. Ай, еріншектің еріншегіміз ғой біз. Еріншек бекер мал шашпақ. Ысырапты жасағанда енді жасаймыз. Анау 500 адам шақырыпты ғой тойына. Мен неге 500 адам шақырмауым керек? Мен 700 адам шақырам дейді. Ал мал шашпақ. Абайдың тілін алмайсың. Талаптанбаймыз ғой. Ештеңеге талаптанғымыз келмейді. Еңбек жасағымыз келеді. Терең ой, жеңіл ойланғымыз келеді. Тиктокты бүйтіп, көтеріп салып отыра берсек дейміз да. Тиктокты көтеріп салып. Бұрын, міне ағалар біледі. Совет үкіметінің кезінде менің әкелерім де қатты оқыған кісілер. Автобустарда, остановкаларда, кітапханаларда, қоғамдық орындарда адамдар кітап ұстап жүретін, кітап оқитын. Тілдерін бүйтіп, кітаптың парақшаларын парақтап жүретін. Біз қазір қандай адамдарға айналып қалдық? Біз кітаптың парақшаларын парақтамаймыз. Біз телефондағы тиктоктың парақшаларын бүйтіп лақтырып отырамыз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат жоқ. Тоймаймыз ғой. Коттедж салып аламыз. Енді 570 алу керек еді ғой бізге. Енді бізге алтыннан ожерелье тақтым ғой мен дейді. Енді мен бриллиантовый ожерелье тағайыншы дейді. В прошлом году я в этом платье была уже. В этом году я уже не хочу это платье одевать. Я хочу от Гуччи одеть в этом году. Хочу заказать с Парижа дейді. Қанағат жоқ қой. Сен Dior, Dolce Gabbana'ның көйлегін кием деп жүрген кезде мына жақта қазақтың бір ауылында халатының жыртығын жамап жүріп 2-3 жыл бойы бір халатпен жүрген келіншектер бар. Сен бүгін коттеджге шүкір ете алмай отырғанда ауылдың түбінде сарайда өмір сүріп жатқан қазақтың қара көздері бар. Қанағат жасашы. Сен өзіңнен төмендермен салыстыршы. Сен мына қолыңмен жасамай жүрген сауапты, сен қолы жоқ адамға сенің қолыңды берсе, ол айтар еді. Ай, мынандай қол менде болса ғой, мен қолыммен садақа, жақсылық жасаушы едім. Кейбір аяғы жоқ адамдар бар. Сендегі аяқты ол адамға берсе, ол айтар еді, мен мына аяғыммен мешітке барушы едім. Мен мына аяғыммен әке-шешеме барып, әке-шешемді бір көріп қайтар едім дейді. Ол қолмен жүр. Мына көзі жоқ адамдар бар, тума. Мына көзбен, мына жарық дүниені көру қандай бақыт деп демала алмай жатқан адамдар. Демала алмай. На аппарате лежат. ИВЛ аппараттарда жатқан адамдар бар. Они не могут самостоятельно дышать. Им помогает аппарат. Тебе кто помогает дышать? Ты сам дышишь. Бірақ оянасың. Оянған кезде Аллаға рахмет те айтпайсың. Тамақ ішесің. Тамақ ішкенде Аллаға рахмет те айтпайсың. Мына киімді киесің. Аллаға рахмет те айтпайсың. Әкең мен шешең бар алдыңда. Әкең мен шешеңе рахмет айтпайсың. Керісінше әке мен шешеге қойш дейсің. Бұл қандай тәлім тәрбие? Қанағат, рахым ойлап қой дейді. Құрметті ағайын, бәріңіз интернетте отырсыздар қазір. Қазақтың бір-біріне жүрегіндегі мейірімі кетіп бара жатқандай көрінеді кейбір кезде. Адамдар бір-біріне кәдімгі ашулы, бірін-бірін жек көретін болып кетті.